Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің сарапшы мұғалімі Молдабек Эльмира Жандарқызы. Сіздердің алдарыңызда 9 сыныптың қазақ тілі сабағы. Қалыптастырушы бағалау оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін маңызды бағалау түрі. Келесі кезекте сабақтағы оқушылардың оқу жетістігін бағалау кезеңдері беріледі. Бағалау кезеңдері: бірінші, тапсырма дескрипторларын құрастыру. Екінші, өзара бағалау, кері байланыс беру. Үшінші, өзін-өзі бағалау. Әділдердің ұқсастықтарын анықтауымыз, ұқсастықтарын бірінші табуымыз керек, сегізгершіліктерін анықтауды және де формасының түрін табуымыз, және де тілі құндылықтарды, тілі мен құндылық ерекшеліктерін сараптап, нақты аргументтерді келтіруіміз керек. Жақсы, дискрипторларды орнына алыңыз. Бәріміздің көз алдымызда тұратын болсын, е? Келесі видеода оқушылар нақты дескриптор бойынша тапсырманы орындайды. Келесі видеода топтағы оқушылар ең көп жіберілген қателерді анықтайды, бір-бірін бағалап ұсыныс береді. Оқушылардың өз әрекетін бағалауы сыншы дос арқылы жүзеге асады. Жіберілген қателерді, қай дескриптордың қай бөлімі бойынша бізде ең көп қате жіберілгенін анықтаймыз. Топта ақылдасамыз. Біз тілге мәліметін тілдік ерекшеліктерін қарастырған жоқпыз. Сосын осылай мән беру керек. Мән беру керек деп санайсыз, ұқсастықтары және стильдік ерекшелік анықталып табылған, және оған нақты дәлелдер келтірілген. Формасы мен түрі анықталған, ендігісі тағы да қосымша дәлелдер келтірілген. Сабақтың соңғы бөлімінде оқушылар өз әрекетін бағалайды. Сен бүгін өте аз уақыттың ішінде тез талдауды үйрендім. Ал маған қиын болғаны ол екі стильдерді бір-бірінен ажыратып, өйткені бір стиль ғылыми стиль болғанмен ол публицистикалық стильге жақын болып келе жатырмын. оның кішкене айырмашылығын табуда қиналды. Екі мәтінді жақсырақ талдауды және де тез уақыт ішінде талдауды үйрендім. Аз уақыт ішінде. Аз уақыт ішінде. Қиын болғаны ол екі мәтінінде ұқсастықтарға дәлел келтіру, аргументтер келтіру, және де мен түсінгенім аргументтер табуды және де нақты мысалдар келтіруді жақсарту керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.